көз асты ысынуы, көгеру сияқты пайда болған себептерді анықтай отырып, сіздерге ақпарат беретін боламын. Ал сіздер арнаға міндетті түрде тіркеліп алып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Яғни подписаться батырмасын басып кетіңіз. Жалпы ісіну бұл көбінесе әйелдердің жиі проблемасының бірі болып келеді, бірақ ісікте әртүрлі болады: беттің, аяқтың, дененің. Сонымен қатар олардың пайда болу себептері де әртүрлі. Соның ішінде біз көз ісіну себептерін айтып өтетін боламыз. Нақты дәлелденіп отырған себептерінің бірі ағзаға тұздың шамадан тыс көп түсуі. Өзіңіз де ісік пайда болғанын білген болсаңыз, бірінші кезекте тамақ рационыңыздан тұзды азайту керексіз. Тұзды азайту арқылы тінде су ұсталуы азайып, ісік кетуі мүмкін. Тағы бір себеп: сіз суны аз ішетін болсаңыз, ағза суды сіз аз ішетініңізге үйреніп қалғандықтан, қайта су түспей қалар деп суды өз тіндерінде сақтай отырады да, бұл да сізге ісік ретінде көзіңіздің астында көрініс беруі мүмкін. Үшінші себеп: қалқанша безі ауруы, яғни оны гипотериоз деп атайды, щитовидная железаның ауруы мүмкін. Қалқанша безінің қызметі, жалпы ол жеткіліксіздігі денедегі ауқымды ісікке алып келеді. Оны білу үшін сіз ТТГ және Т4 гормондарына анализ тапсырасыз. Жүрек ауруы, яғни жүректің жеткіліксіздігі. Мұндай ісінулер жүректің біршама ауруларында кездеседі. Көбінесе ісік кешкі уақытта аяқта пайда болады, үстін басқанда қатты болады да, із қалуы мүмкін. Бұндай науқастар міндетті түрде кардиологқа бару керек және толыққанды тексеруден өту керексіз. Төртінші белгісі себебі бүйрек ауруы мүмкін, яғни бұл ісіктің ерекшелігі таңғы уақытта бетте пайда болады. Гломерулонефрит және де интерстициальды нефрит және басқа да түрлермен бүйрек ауруларында кездеседі. Мұндай ісікте сіз нефролог маманға қаралып, толыққанды анализдер тапсырасыз. Креатинин, мочевина, белок, УДЗ деген сияқты әртүрлі тексерілістерден өтіп алыңыз, өзіңізге жақсы болады. Енді келесі себебі ол созылмалы венозды жеткіліксіздік, яғни варикоз ісіну болуы мүмкін. Ол да аяқта, яғни өздеріңіз білетіндей аяқта пайда болады. Кешкі уақытқа орай айқын варикозды кеңеюлер көзге көрініп тұрады. Қан тамыр хирургіне қараласыз, венотоник компрессионды шұлықтар кию арқылы емделесіз, ауыр жағдайда ота жасалады. Яғни сонымен қатар сіз одан да тексерілу керексіз. Сонымен қатар ең жиі кездесетін көздің асты ісіп тұруы, бұл міндетті түрде осы аурулар деген сөз емес. Көз айналасындағы тері асты май қабаты өте нәзік болғандықтан және де ол жерде суды тез сіңіргіш болады. Бұл бірінші факт. Сонымен көз асты ісіп тұруының қандай себептері бар? Яғни біріншісі ол генетикаға байланысты болуы мүмкін. Тұқым қуалаушылық. Ол ауру емес десек те болады. Екіншісі ұйқының жеткіліксіздігі, яғни тіндерде оттегі жеткіліксіздігіне әкеледі. Сол кезде көз астына венозды қан жиналып, ол ісікке әкеледі. Тағы бір себеп, ол бәрімізге мәлім: көп ұйықтау. Көп уақыт жатқан қалыпта көз астына судың жиналуы әсерінен ісікке әкелуі де мүмкін. Көз айналасына күтімнің дұрыс жасалмауы нәтижесінде осындай көз ісінуі аурулары, яғни көз ісіну, көгеру деген сияқты себептері осындай нәтижелерінің арқасында пайда болады екен. Ал енді достар, сіздер арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осындай әртүрлі тақырыптарға байланысты көптеген пайдалы ақпараттар шығарылады.